Бірінші бөлімде тігу қыр-сырларымен бөліскенмін, ал енді дайын өнімді көрсетемін. Белдемшенің етегін осындай тәсіл жолымен аяқтау өзімнің ойымнан шығардым. Бұл тәсіл белдемшенің етегін иілімді, ыңғайлы және салмағын жеңілдетеді. Оймақ білтектің шетін шпегімен бірге қаптап, оверлок машинамен жинап алдым. Бел бүкпелері тамаша әдемі болып шықты. Бірақ тігістерін көрінбейтін қылдыру оңай болған жоқ. Осындай жылтырларымен мата өте қыңыр мата. Тігудің өзі кәдімгі квест. Ең оңайы бұл тігісте болғаны ол сыдырма тігіп шығуы. Ұнаса лүпіл басып отырыңыз. Ілгектерін қара түсте таба алмай, қолдағы барды пайдалануға тура келді. Сөмке мұндай кешкі аксессуарсыз қалай? Белдемшеге үйлестіріп, қалған матадан жасап тігіп алдым.